А какие еще результаты у Результат у вас? меня экзем вообще. Мен 2019 жылы қызым Зейнеп қызым босандым, ол у меня стресс, может, наверное, экзема вообще 4 жыл бойы мазалап жүр. Жаңағы больницаға барам, укол нелерін береді, кетіп қалады, бірақ қайтып шыққып, ал қорықлапқа келгенде детокс, сосын уже босанғаннан кейін порошоктарды іштім ғой. Уже порошок ішкен денемді кәдімгі 5 күн қаптап кетті, қып-қызыл болып, бірақ соның бәріне шыдадым, іше бердім. Содан кейін денем бәрі аппақ болып, экзем бәрі кетті, түлеп. Сосын женский эндометриоз нелер болып, менде тоже кетті, запор, көп су ішпейтін едім бұрын, қазір осы жерге суды үйрендім, кәдімгі күніне 2 литрлап су ішемін, балдарым да ішеді, ашприц өткізбеймін, тағы көптеген. Менде сосын усталыс көп болды. Менде мына 30 жасымда тұрмысқа шықтым ғой, 31, 33, жаңа тоқтамай уже бала босанып отырмын ғой. Уже бойымда не жоқ болып тұр енді, жаңағыдай резерві жоқ. Содан деген қазір күшті энергиям, күшті қазір күйеуім Атырауда ғой. Балдарды балабақшаға тасимын, бегеде тасимын, Коробовкада келіп кетемін, тамақты да пісіремін. У меня энергия вообще жақсы. Шаршамаймын. Еще протрузиям кетті. Аяқтарым тартылып қала беретін еді, баяғы сухожилие бүйтіп сықылай соларым кетті. Нелерім бәрі. Жақсы өзім грыжаларым бәрі кетіп қалды. Отличный результат.